үлпілдеген текстура, табиғи дәм, сырникиден де жұмсақ. Бүгін глютенсіз, ашытқысыз ватрушкилар жасайтын боламыз. Сәлем YouTube көрермен. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 450 грамм творог қажет болады, 5 және 9% арасында. Бөлме температурасындағы 2 жұмыртқа қажет, біреуі начинкаға қосылады. 2 ас қасық қант, оны табиғи балмен немесе топинамбур сиробына ауыстырсаңыз болады. Және де шым тұз қажет. Үлпілдек жеңіл болу үшін күріш ұнын қостым. Күріш ұнының орнына бидай ұнын қоссаңыз да болады. Сезондық жеміс-жидектер қоссаңыз болады. Мен құлпынай мен шиені таңдадым. Немесе варенье, джем қосуға да болады. Начинкасына 15-25% аралығындағы қаймақ қажет болады. Және де 2 ас қасық қант қажет болады. Ендеше ерекше ватрушкалар жасауды бастайық. Егер творогта артық су болатын болса, творогты ол сары судан тазартып алыңыз. Сосын ыдысымызға саламыз. Бір жұмыртқаны жарып, ыдысымызға қосамыз. Қантымызды қосамыз. Шым тұз қосыңыздар. Енді күріш ұнын ситодан өткізу қажет. Күріш ұнымен ерекше жұмсақ, нәзік болып шығады. Ыдысымызға салған барлық заттарды енді араластырып шығатын боламыз. Егер творогыңыз ірі болатын болса, оны осындай пюре езгішпен езіп алғаныңыз дұрыс. Сонда барлығы бір келкі массаға айналады. Мінекей бізде қамырымыз дайын. Бірақ қамыр деп айтуға да келмейді, себебі творогтан жасалған. Келесі кезекте біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймақты ыдысымызға қоямыз. Енді қант қосамыз. Егер сіз диетада болсаңыз, қант алмастырғыш қоссаңыз болады. Содан соң бір жұмыртқа қосып, бәрін жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерге де шым тұз қосуды ұмытпаймыз. Мінекей салмасы дайын. Ватрушкиді пісіруге кірісейік. Ол үшін противеньге пергамент қағазын төсеп аламыз. Видеода қарағандарыңыздай мен ватрушкиді 6 бөлікке бөліп алдым. Осылай бірдей дөңгелек шығару оңай болады. Енді бір бөлігін қолымызға салып, жақсылап дөңгелек жасаймыз. Содан соң противеньге орналастырамыз. Келесі бөліктерін де дәл солай жасап шығамыз. Қолымызға алып дөңгелетеміз және де противеньге орналастырамыз. Арасын алшақ қойыңыздар. Себебі біз оны қазір жаятын боламыз. Ол үшін біз пиалаға кішкене су құйып аламыз және де жаю үшін осындай стаканды салып батырып шығатын боламыз. Осындай жалпақ етіп жайып шығу қажет. Бізде 6 штук ватрушки шығатын болады. Енді жайылған ватрушкеміздің сыртын біріктіріп, биік қылып, бортиктар жасап шығамыз. Себебі ішіне салған салмамыз ағып кетпеуі қажет. Видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Біз дайындаған салма 6 ватрушкиға дәл жетеді. Бәріне теңдей етіп бөліп салыңыздар. Ең алдымен бір қасықтан салып бөліп шықтым, содан соң екінші қасығымды үстіне қосып салдым. Енді ватрушкидің үстіне осындай сезондық жемістерімізді турап қосатын боламыз. Шиені пышақпен 2 бөлікке бөліп, ортасындағы дәнегін алып тастаймыз. Дәл қазір шие мен құлпынайдың бағасы арзандаған уақыт, сондықтан сіздер де сатып алып қолдансаңыздар болады. Құлпынайдың да шөбін алып тастаймыз да, оны өзіңіз қалағанша формаларға бөліп тураймыз. Бұл жидектерден бізге шамамен 1 пиаладай қажет болады. Туралған жеміс-жидектерімізді ватрушкидің үстіне бірдей етіп қойып шығамыз. Құлпынай және шие бәрін араластырып салдым. Мінекей біз ватрушкиді жасап болдық, енді духовкаға салуымыз қажет. Ол үшін 180 градусқа қыздырамыз алдын ала, верх-вниз дегенді таңдаймыз. Творожный ватрушкиді духовкаға саламыз. 180 градуста 20-25 минутта беті қызарғанша пісіріп алыңыздар. Бізде уақытымыз уылдап өте шықты. Мінекей ватрушкиміз дайын. Өте әдемі, жап-жұмсақ. Әрі жасалуы да тез, әрі оңай. Сіздер де міндетті түрде осыны жасап көріңіздер. Енді ватрушкиді толықтай суытамыз. Егер шыдамыңыз жетпесе, жылы күйінде жей берсеңіз де болады. Ал әсемдік үшін бетіне сахарный пудра сеуіп шықтым. Сахарный пудра үйде болмаса, қантты блендерге салып майдалап алсаңыз болады. Егер үйіңізде творог бар болса, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей өте пайдалы, жап-жұмсақ, дәмді ватрушкаларымыз дайын. Жақындарыңыз үшін жасап беріңіздер. Кез келген дастарханның көркін ашары анық. Енді творогтан пирог қана емес, сырники ғана емес, осылай
әдемі ватрушки жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, парақшама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Егер ұнап, пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.